Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің ардыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қарақұмықтан попкорн жасаймыз. Ол үшін бізге қажет заттар қарақұмық, қант және ыдыстың түбіне кішкене ғана май. Енді біз майдың үстіне 2-3 қасықтай қарақұмық саламыз. Енді біз оның үстіне 1 шай қасықпен қант саламыз. Араластырамыз. Енді біз бұны микроволновкаға 3 минутқа қоямыз. Астындағы қанты күйіп кетпес үшін ашып араластырып тұрамыз. Үш-төрт минутта 3 рет араластырамыз. Біздің попкорнымыз дайын. Мінекей достар, біздің попкорнымыз дайын. Сүйікті киноларыңызды қосып, көріп жеп отырсаңыздар болады. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Ендеше ас дәмді болсын.